Сәлем бердік. Ұлтап жаным. Айт құтты болсын. Жай барақат жүрсің ғой. Айттамаймыз ба? Енді мен сіздерге қараймын ғой. Сіздерді күтіп отқанмын. Жеңшелер үлкен үйге апаларымыз жиналып қапты. Олай болса біздікі не тұрыс? Сәлем беріп, апаларымызда айт мерекесімен құттықтап қайтайық. Айтпақшы, қазір апаларымыз айтық беріп жатса, біз ұялып қалмаймыз ба? Айтпақшы, ол да бар екен ғой. Олай болса, мына сандық бекерден бекер тұрмаған шығар? Сәлем бердік. Көп жасаңдар, ұлтағыңдар айнымдай. Перзент сүйіңдер. Айттарыңыз құтты болсын, апалар. Айттық бізден болсын, қарақтарым. Мына ота үйдегі келін Әселжанға мен айттығымды берейін, келе ғой жаным. Рахмет, апа. Шаңырақтың үлкен келіні Айдана жаным, саған тағайын. Перзент сүй, өркенің өссін. Рахмет, апа. Аумин. Әже, маған не бересіңдер? Алайын саған білезігімді берейін. Бәрекелді. Құтты болсын. Рахмет, әже. Апалар, біреу осы айттықты білсе, біреу білмейді, біреу сұрайды, біреуінен айттықты сұрасаң, ол не деп біздің бетімізге қарап тұрады, осы айттықтың жөнін айтыңыздаршы. Білмегенді сұрағанның ешқандай айыбы жоқ. Айт мерекесінде айттық сұрау, ол үлкен мереке. Айттық ол, айттық сұраған кісіге берілетін құрмет, сый сияпат. Ол үлкен кіші деп бөлінбейді. Айттап барған үйде, сол үйдің иелері сол айттап келген кісілерге сый сияпат берген. Міне, сол айттық дегеніміз айналайын. Ораза айт, кешірім мен мейірімділіктің мерекесі. Айттық беру абысынды келіннің сыйластығы ол да бір. Үлкеннің кішіге, кішінің үлкенге деген құрметінің белгісі. Мереке болған соң бізде құрғол келмеді. Жеңеше шығарсаңызшы. Ай, бәрекелді. Міне, жолын жосықты білетін балалар. Көргендері бар ма? Біз ерке қызды дамытпадық. Өмірі осындай тәтті болсын ерке қызымыздың. Рахмет, Жаным. Алайындар. Айт күнгі барша тілек қабыл болсын, жақсы күн болсын, айың оңынан тусын, еліме келген нәубеттің беті қайтып, қуанып халқым белін бекем болсын, жақсы заман орнасын, ата баба қолдасын. Аумин. Айтқаның келсін.